Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін менің бірінші қой кезегім. 2021 жылғы жалпы қой кезек бұл. Міне алдарыңызда қойлар. Қойлар жайылып жүр. Мына жерде міне қособа. Мынау құтжол. Мына жерде біздің бағытымыз. Ана тұрған. Қазір барамыз бағытымыз. Ана жерде бір қой туайын деп жатыр. Соған қарай бар. Соны қараймыз кімнің қой екенін. Сосын ауылға хабар жібереміз. Иесіне. Дөмәлақ болса жас қайындікі болады. WhatsApp арқылы. Дөмәлақ екен. Ербол емес, жас қайындың қойы болып шықты. Жас қайына қағазандап WhatsAppқа салайық. Міне. Ал осы бізде қой кезек осылай өтіп жатыр. Бұл бүгінгі менің кезегімдегі алғашқы төл. Әзірге сау болыңыздар. Мен енді мына қойдың иесіне хабарын берейін. Келіп алып кетсін деп. Жақсы, көріскенше. Мынау енді қойларды үйге қарай айдап жатырық. Ерте болса да, бүгін табиғаттың бұзылуына байланысты жаңбыр жауып кетті. Осыдан кешке дейін жаңбыр көрсетіп тұр интернетте. Құтжол екеуміз жайлап, қумай, асықпай айдап жатыр. Мынаның ішінде айдамауға да болатын еді. Күй шамалы қойлар бар. Ауылында тұрғындары звондап айтып, қоңырау шалып айтып жатыр. Қойды жайлап жақындата бер, айдай бер деп. Өзімде енді баяғы кезек болғасын дұрыстап баққан жақсы көреміз ғой. Бірақ мына кішкентай төлдерді аядым сосын. Мынау енді қойларды үйге қарай бағыттатып қозғадым. Яғни айдап жатыр. Сағат күндізгі 2-лердің шамасы. Бірақ та ауа райының бұзылып кетуіне байланысты қозғап жатырмын. Үйге қарай айдап жатыр. Қазір малдың да күйі тап керемет емес қой енді. Ішінде нашарлары бар, қарт қойлар бар, төл шығарып жібергендері бар. Сондықтан айдауға тура келіп тұр. Мына ол жерде екі қой бөлініп қалыпты. Құтжол. Қазір сіздерге бүйтіп үлкейтіп көрсетіп жіберейін. Мына екі қой. Шамасы күйлерді шамалы болды, бөлініп қалыпты. Қой мына жерде кетіп жатыр. Құтжол мені алдында жүр. Мынау тайко ма, тайғашар ма әлде? Қойға қосылып алып адасып келді. Қойдан қалмайды. Қоймен бірге жүр.